Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Зейнеткерлер үшін жақсы жаңалық видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка түймелерін басып, зейнетақы турсындағы ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Ал онда біз бастадық. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 1 триллион 374,1 миллиард теңге зейнетақы төленуге бөлінді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, базалық зейнетақы төлемі 421,9 миллиард теңге, ынтымақтық зейнетақы төлемі 952,2 миллиард теңгені бөлінген. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2,299,000 адам болып отыр. 2023 жылғы бірінші маусымдағы жағдай бойынша жинақтық зейнетақының орташа мөлшері 120,743 теңге болды. Оның ішінде ынтымақтық базалық зейнетақы мөлшері 82,881 теңге, базалық зейнетақы 37,862 теңгені құрап отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Сау саламат болыңыз.